Men elçimin. Patşalarına gizlisimin. Kalk bana şunlar. Hey! Adam var mı? Kılavuzların var mı yok mu? Olmadı. Canışın sırgağa düştü. Fanla, men elçimin. Mına ağamның sаған жіберген хаты. Fanla! Atınlar! Edin! Buyruk! İş olsun! Çamurluğu ödüp, yöngün kalkmasın, atlasın! Atlanlar! Çekilin! Taksın, koparlı stullatın buldu. Tez gideyim.
Аға. Леңжен, әлгінде сен аттың ба? Солай. Інілерім, мен ақылшымен ақылдастым. Ханчжоу қаласын зеңбірекпен атқылап, онан соң өрт қойыңдар. Ләппәй. Atlayın da, kılıçını da gel. Ләппәй. Çuk! Tong olması geldi. Сунжан, жарлықты тыңда. Атойшы Сунжан қатарлылар Фаңланы жеңіп, үлкен еңбек көрсеткені үшін Сунжанға 35 күбі орда шарабы, 35 қамқа киім және қолбасы шені берілді. Қалған сардарларға сыйлық ретінде торқа берілді. Мен Сунжан батырлардың атынан рахмет айтамын. Сұңа Тайшы, сен Ханчжоу қаласын басып алды деген соң, өнерпаздарды ерте келіп едім. Қосынға мол дастархан жайып сый көрсетсең болады. Бірақ біз тасаттық орнын дайындап, ұрыста қаза болған батырларға аза тұтып жатыр едік. Аза тұтып қайтесің. Патша ағзамның шапағаты маңызды. Сұңа Тойшы, жарлық бойынша істегенің жөн. Патша ағзамның тілегін жерде қалтырушы болма. Сұңа Тойшы, сардарларың келіп болды ма? Адамың санаулы ғана ғой. Түстікке жорық жасағалы, сардарларымның
тең жарымнан артығы құрбан болды. Мұндай шығындар болғаныңды орда қайдан білсен. Мен қайтып барған соң, патша қызамға дәт етейін. Сізге көп рахмет. Патша шарабын әкеліңдер. Үй тартылсын. Сыңа тойшы. Мәне бұл патша қызамның құрметі. Сендерде ата игілі батырсыңдар. Топас хандарды өлтіргендерің сол, ұялмай патша ордасының қарғылы төбеті болдыңдар. Бүгін сендермен аямай бір белдесіп, жандарыңды жаһаннамға жөнелтейін. Ардақты батырлар, осы шайқастан кейін тобымызбен ордаға қайтамыз. Менің қазіргі ойлап тұрғаным ұлы мұрат емес, орданың сыйлығы да емес. Бар тілейтінім осы шарапты ішкен інілерім шайқастан аман оралып, жеңіс шарабын бірге ішсе екен деймін. Жарайды! Барабан соғылсын! Інілерім, жауды аямай қырайық.
Önüm! Benim. Klanların kişimin! Tez! Onları tosunlar! Atınlar! Tez! Onları kırınlar! Oyamay kırınlar! 豪杰壮士迎烈焰，侠义如酒浓。男儿放映清廉，山寨如家生死家。挑灯把酒三军兄弟非亲心更亲。真的！真的！Allah akmasın! Vursunlar! 是群星下界，寻常的瓦舍兵书，暗藏着就是秘诀。 Tez! Laktırınlar! 水泊轻易兰州碰彼岸，天地宛如山寨，四海行 Babası! Babası! Kana akmasın bozuk durun Soklanlar! 山寨如家生死家，挑灯把酒三军。兄弟非亲心更亲，前生来世总相携。
Hadi, onu alıp kiriңдер. Жүгін деймін. Батырлар жанымды Фаңда, өлімнен сен де қорқасың ба, а? Фаңда, айт бәне, қанша жамандық істедің? Жамандық істеген Қанша елдің намысына тиді? Айт деймін. Ондай жамандық істеген жоқпын. Бірігіп сөйле, айтасың ба жоқ па? Аға, көп сөзді қайтесің. Шоу бөлтірі салайық. Батырлар. Дұрыс, фаңланы шоу бөлтірейік. Фаңланың басын алайық. Батырлар! Фаңла, жарыңды қисам болушы еді, бірақ батырлар қосылмай тұр. Бұған менің де амалым жоқ. Басыңды шоу тыныс қылайын. Тарт қолыңды. Аға, ағалар. Аға? Ағалар. Шаучи, бұл қайткенің? Біз фаңланы іздеп таба алмаған соң, мен мына шапанды киіп, фаңланың кейпіне кіріп алдым. солай. Енім, сен мені шауып тастай жаздадың ғой, Саға фаңла бұл деген кім? Бейбастақ. Аға? Фаңла әлі ұсталмағандықтан соғыс әлі аяқтаған жоқ. Ордадағылар бізге жағалай көз тігіп отыр. Фаңланың чапанын кисең, оларға сылтау табыла кетеді. Осының өзін қылмыс деп жабыса кетсе қайтеміз? Аға? Болды. Шешіп таста. Аға, фаңға әлі ұсталған жоқ. Менше, оның жасырынатын жері бар. Мен батырларды бастап, барлық жол ауыздарын тосып тастайын. Жарайды. Байбатша, әуре болатын болдыңыз. Сендер маған ілесіңдер. Басымды кесіп алса да айтайын. Елдескеннен бері ағамыз көлеңкесінен қорқатын болып алды. Фаңланың шапанын кисем не болыпты? Оның шапанын қойып, әділетчілаға патша ағзамның шапанын кием десе де сыпырып алып кигізіп қояр едім. Ғажап. Көшеде бірде-бір бұқара көрінбегені қалай? Соғыстың наңынан бұқара зәтте болды. Қосын келмей жатып, олар қаладан қашып кетті. Дәл қазір бір бұқара кезіксе, ғажап деп сұрайсаң болды. Жүріңдер. Аға, жүрек. Ағамның көргені көп қой. Әлгінде бірде бір адам көрінбеді деп едің, онда мыналар кім болды? Шаучи, қылыш найза ұстап, садаға сынған бұқараны қашан көрбедіңдер? Шаучи! 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 Соғыс құмар болмаңдар, чегініңдер! Чегініңдер! Тез болыңдар, тез, чегініңдер. Тезірек! Шаучи! Шүкірлік, терісі ғана жарыланыпты. Шаучи, шыда. Шыдай түсі. Жебені, суырып ал. Екеуің дереу әділетшіл ағаға хабарлаңдар. Негізі қосын детіп қусын. Мен олардың ізіне түсіп, артына бел қалтырып отырайын. Аға, фаңла өте әккі. Сезілік балсаң тірі жібермейді.
жалғыз сені қойып, үшеуміз де оған төтеп бере алмаймыз. Інім, еңбек көрсете қойайын деп тұрғам жоқ. Үшеуміз де барсақ, Қосынға кім хабар жеткізеді? Қосынға хабар жеткізбесек, Фаңда құтылып кетпей ме? Осы соғыстан бері талай бауырластарымыз қаза болды. Фаңнан ертерек ұстасақ, майданда өлетіндердің саны азайып, тәңір жолын ұстану дейтін, туымыздың астында тірі қайтатындар көбейеді. Фаңнамен соғысу еңбек көрсету үшін емес. Қайта әділетшіл аға мен ақылшының ойындағы істі ертерек жүзеге асыру. Аға, Фаңланы мен қойын. Таласып тұратын уақыт жоқ. Тез бар. Көріп тұрып Фаңладан айырылып қалсақ, не бетімізді айтамыз? Тез. Шаучи, тұр орныңнан. Тез бар. Інілерім, жазатайым болып кетсем, ауылға қайтып шешемізге жақсы қараңдар. Және жеңгелерің айта барыңдар. Күйеуге тимей, өмір бойы жесір өссін. Аға, менмін. Інім, маған не келесесің? Шаучи қайда? Ол адам шақырғалы кетті. Қасыңда болайын. Бір-бірімізге көз құлақ боламыз ғой. Маған көз құлақ болмай-ақ қой. Фаңланың тобын қуып жетсем, жалғыз өзім қыра саламын деп ойлайсың ба? Мен... Ондай мықтылығың болса, сен қола, сен өлтір. Фаңланы қалай өлтірер екенсің? Мен осында қарап отырайын. Ой, бояға, менің ойым олай емес. Мен өлімге емес, Фаңланы қуып бара жатырмын. Маған көлдінің болмасан қайтеді. Тез барып хабар жеткіз. Бар деймін. Тез бар. Бармаймын. Аға, сен Фаңланы қуып жетіп, айландыра тұрмақсың. Екі адам болса, онан да көбірек айландыра тұруға болады ғой. Бақи дүниеде жаныңа бір серік қажет шығар? Бақи дүниеге барып жатсам, Әзірейілге ол дүниеде мынаны маған ені ете көрме. Мез қылып болды дер едім.
tüsün tolkınga Langsın kopasında en sağluşet Kıstakta bir balıkçı Beyşi. Kam köngül bolma. Aman bolgaysın. Мырзам! 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 Ақылшы Жаңчиңнің қатерде қалғанын естіп, бізді көмекке жібербеді. Амалғанша кешігіп қалыппыз. Мынау қанатсыз жебенің қанымы Чүңйің болады. Біз көпірді сақтап, Фаңланың жүрер жолын тосып тастаған едік. Бірақ ол неме ана жолмен құтылып кетті. Бұйрық! Бармыз! Фаңланың ізіне түсейік! Нәтпей! Пілім, хабайла. Қанатсыз жебе. Сенікі даңқты өлім. Фаңла батыс көпірден өте алмайды. Қалай қашса да барар жері қалған жоқ. Соң жаңаға 4 жақтан торғыл орналастырып қойды. Фаңла ұсталған соң Лиаңшан батырлары қанатсыз жебенің кегін сөзсіз қайтаратын болады. Мырзам, бүгін сен елге адал екеніңді әйгіледің. Біз бақи дүниеде кездесейік. Küm öldü. Бәрі.
Мынау шауар мен шау. Шауши, сен енді рұқсат алып, қосыннан шегінде екі ағаңды құлыптас қыстағына алып кетті. Сунжан ағаның бұл істен хабары бар ма? Ол кісіге айтуға болмайды. Жақында батырлар артынан қаза болып, ол кісі қатты ауырып жүр. Бұл соғыс әлі жалғасады. Онда айтпайық. Соғыс аяқтап, Фанланы өлтірген соң айтайық. Ағаларым патшалықтың ұлысы үшін құрбан болды. Бұл қобада қорлық көргеннен мың артық. Ағамыздың сырқаты салмақты болса, ол кісіні өрлемейік. Мақұл. Шаучи, қыстаққа қайтып келді. Екеуміз ауылдаспыз. Ақылшы маған сенімен бірге қайт деді. Ақылшының ағаларыңды алып қайт деуінде мән бар. Ағайынды үшеуден сен ғана қалдың. Ақылшы жан шаңырағының түтіні өшпесін деп тұр ғой. Қайтып барып балықшы боласың. Бақида тағы дос боламыз. Оларда апаратын адам шығады. Мен қайтпаймын. Жүзбасы, бұндай кезде Шаушиге былай сөйлесең, оның кегін қозғайсың. Ол қайдан кете қойсын. Ана жылы мен құлыптас қыстағына барып, ағайынды үшеуіңді туған күнге арналған тартуды айламен қолға түсіруге көндіргенде, ұрлауларыңа болмайды деген едім. Ал бүгін қосынға ақылшы болып, сендерді мұнда бастап әкелерімді кім ойлаған? Сансыз арыс өтіпті, сансыз арыс өтіпті. Бас қосқанда арыстар шараппенен сыйласқан. Кеңестері керемет таусылмайтын жырдастан. Қанжаласқан достықты алтындайын ардақтар. Тегі бөлек болса да, бірге өлмек боздақтар. Ел қорғаса сарбаздай, қамқор қормау халқына. Жауға шапса көк жалдай, ерлігі сайданқына. Астыр болмас кемеде суда соғыс салғанда,